Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханға арналған дәмі өте керемет болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 дана қиярымызды жуып, осылай соломка қылып ұсақтап тураймыз. Және де суға қайнатылған 1 дана жұмыртқамызды ағынан сары уызын ажыратып, сары уызын ұсақтап турап аламыз. Ағын осылай шанышқының көмегімен үгітіп ұсақтап аламыз. Ендігі кезекте тауықтың төсетін духовкада пісіріп, осылай ұсақтап турайтын боламыз. Сіздерде духовка болмаса, суға қайнатып пісірсеңіздер де болады. Осылай бәрін ұсақтап турап дайындап аламыз. Қиярымызбен ақ уызымызға қосып саламыз. Және де бізге осындай консервідегі горох қажет болады. Одан кішкене алып қосамыз. Ендігі кезекте 1 дана суға піскен қызылшамызды ірі-үкіштен өткіземіз. Өткізіп алған қызылшамызды салатымызға қосып саламыз. Үйілген 1 қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Осы сәтте араластырып болған соң, дәмін көресіздер. Тұз аз болса, сәл тұз қосасыздар. Менің тауығымның тұзы сәл өткіндеу болған соң, менің тұзым дұрыс болды. Тарелкамызға салат жапырақтарын жуып, әдемілеп салып, үстінен салатымызды салып, оның үстінен жұмыртқаның сәрісімен осылай әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз, фантазияларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, тойымды салат. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі, дәмді салаттардың рецептері бар. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі, дәмді салаттардың рецептерімен бөлісетін боламын. Рецептерім ұнаса лүпіл басып, пікір жазсаңыздар, өте қуанышты боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет, бәріне белгілі салат селедка под шубой дайындайтын боламыз. Ең алдымен жарты селедкамызды ұсақтап турап алатын боламыз. Және селедкаға біз қызыл пияз пайдаланатын боламыз. Бірге қосып араластырамыз. Қызыл пияз болмаса, ақ пияз пайдалансаңыздар болады, бірақ оны бір рет қуырып жіберіп, немесе уксуста өлтіріп алу қажет болады. 1 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Одан бөлек бізге піскен картоп, сәбіз және қызылша қажет болады. Картопты, сәбізді, қызылшаны ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Және де бізге 2 суда піскен жұмыртқа қажет болады, оны да ұсақ теркіден өткіземіз. Және де бізге осындай кондитерлік қалташа қажет болады, майонез алып, ұшын кесіп қоямыз. Салатымызды осындай кольцода жинайтын боламыз. Ең астына картопты саламыз. Одан кейін пияз қосылған селедкамызды саламыз. Бір тегістеп, бетіне кішкене майонез қосамыз. Сәбізімізді саламыз. Бір тегістеп, бетіне және де майонез қосамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап тегістеп, майонезден сығып шығамыз. Ең соңғы кезекте қызылшамызды саламыз. Абайлап кольцомызды аламыз. Бетіне майонезден осындай әдемі өрнек жасаймыз. Яғни ромбиктар сызып шығамыз ең алдымен. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Қалай дайындасаңыздар да өте әдемі, өте дәмді салат. Дайындап көруге кеңес беремін. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептерін көре аласыздар.
Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын қызылшадан салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен 3 қызылшамызды суда пісіріп, аршып, осылай ұсақтап, төртбүштеп тураймыз. Одан бөлек бір қиярымызды жуып, ұсақтап тураймыз. Бұл қиярдың орнына сіздер маринованный қияр пайдалансаңыздар болады. Және де жұмсартылған ірімшігімізді де ұсақтап турап қосамыз. Және консерватив горохты суына ағызып өзін қосамыз. Бізге кішкене майонез және ұсақталған сарымсақ қажет болады. Сарымсақты сақтап турап қостым. Бәрін осылай араластырып салатымызға саламыз. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Ендігі кезекте бізге осындай чечил ірімшігі қажет болады. Осындай вакуумный упаковкадағы чечилді алуға кеңес беремін. Сол кезде әдемі жақсы болып аршылады. Осылай қолымызбен жақсылап аршып, түтіп ұсақтаймыз. Салатымызды ыдысымызға, яғни тарелкамызға салып әдемілейміз. Үстінен осылай ірімшігімізді қоямыз. Дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді салат жанұяңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын және өте тез оңай дайындалатын салат дайындаймыз. Ең алдымен 2 қызылшамызды пісіріп аламыз. Қабығын аршып, осылай арнайы кескішпен кесіп аламыз. Бұндай кескіш болмаса, пышақпен турасаңыздар да болады. Кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Және бізге осындай қызыл пияз қажет болады. Сіздерде қызыл пияз болмаса, ақ пиязды сәл аз сұйық майда 1-2 рет қуырып алсаңыздар болады. Және бізге көкшіп қажет болады. Мен осындай кинза пайдаландым. Сіздер аз көк немесе ақ желкен пайдалансаңыздар болады. Ұсақтап турап, салатымызға қосамыз. Бұдан бөлек бізге консервідегі жүгері қажет болады. Және кішкене 1-2 ас қасық сұйық май қажет болады. Кішкене тұз, қара бұрыш қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Бұл салатта ең маңыздысы қызылшамыз өте дәмді болу қажет, яғни тәтті қызылша болу қажет. Қызылшаны суға пісірген кезде, немесе духовкада пісірген кезде тұз қоспай пісіреміз. Сол кезде қызылша әдемі дәмді болып шығады. Ыдысымызға саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға қарай әдемілеп, әсемдеп қойсаңыздар болады. Салат өте дәмді, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі, дәмді салаттардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын гранатовый браслет немесе анардан білезік салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауығымыздың төс етін пісіріп, осылай суытып ұсақтап турап аламыз. Одан бөлек бізге бір картоп қажет болады. Картоп менде үлкен. Осылай пісіріп күштен өткіземіз. Осындай бізге кольцо қажет болады. Ортасына арнайы осындай салдым. Сіздер стакан, басқа да ыдыс пайдалансаңыздар болады. Ең астына тауық етін саламыз, майонез сығамыз, және пісіріп өткіштен өткен сәбіз саламыз, және де майонез сығамыз. Артынан осындай картопымызды саламыз, оның үстінен және де майонез сығамыз. Және де грек жаңғағын сақтап, турап қостым. Міндетті түрде сақтап тураңыздар, блендерден өткізбеңіздер. Және де майонез сығамыз. Ең соңынан піскен қызылшаны ұсақ өткіштен өткізіп, осылай салып шығамыз.
кольцомызды аламыз. Осылай лопатканың көмегімен шеттерін қиғаштап, дөңестеп дайындап алатын боламыз. Сол кезде гранатымыз жақсы тұратын болады. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Дайындап көруге кеңес берем. Сіздердің жанұяларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Бұл салатты жаңа жылдық дастарханға да дайындасаңыздар өте әдемі болып шығады. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Астына описанияға ссылка қалдырып кетем. Сол жерден өтсеңіздер де болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын селедка под шубой салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен көкөністерімізді суда қайнатып дайындап аламыз. Одан бөлек бізге осындай селедка қажет болады. Мен дайын филесін алдым. Жақсылап, ұсақтап, турап шығамыз. Жарты қызыл пиязды осылай ұсақтап турап алдым. Селедканы үстінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздерде қызыл пияз болмаса, ақ пиязды ұсақтап турап, ыстық суда және кішкене сірке суын қосып дайындасаңыздар болады. Ең алдымен 2 картопымызды пісіріп ашып, ірі күштен өткізіп, ыдысымызға саламыз. Оның үстінен пияз араласқан селедкамызды саламыз. Үстінен майонез сығып шығамыз. Және де бір піскен сәбізімізді ашып, ірі күштен өткізіп салып шығамыз. Және майонез шығамыз. Және 2 жұмыртқаның ағын ірі күштен өткізіп салып шығамыз. Ең соңынан қызылшамызды суда қайнатып аршып, ұсақ күштен өткізіп салып шығамыз. Жақсылап біркелкі қып жаймалаймыз. Үстінен сән беретін майонез сықсаңыздар болады. Жұмыртқаның сарысын күштен өткізіп сеуіп шығамыз. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді салат. Дайындап көруге кеңес берем. Жаңа жылдық дастарханға ерекше әдемі сән беретін салат.